Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өздеріңізбен ұйғырдың самсасын әзірлейтін боламын. Қазіргі таңда бұл самса ақылы түрде көп жерлерде сатылып жатыр. Ал менде сіздерге тегін жаңағы рецептімен бөлісемін. Ендеше кірісейік. Бізге алдымен илекштен өткізілген ұн керек. Ұнымызды ыдысымызға салып, мұздай жаңағы қатып тұрған сары майды үккіштен өткізіп, ұнмен бірге осылай араластырамыз. Орысша айтқанда бізге крошка сияқты болуы тиіс. Оның үстінен 2 жұмыртқамызды жарып, тұзымызды, қаймағымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеген қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз. Қамырымыз тоңазытқышта тұрған уақытта жаңағы салмасын әзірлейтін боламыз. Менде мұнда тартылған ет, оның үстінен пиязымызды саламыз, тұз, бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Менде мұнда қамырым мұздатқыштан алдым 2 сағатқа. Негізі бұл қамырды бір түнде илеп, бір түнге қойсаңыздар да болады, жаңа мұздатқышқа салып қойып. Менде мұнда 2 сағаттай мұздатқышта тұрды. Оның көмегімен жұқа етіп жайып аламыз, видеодағындай. Бұл қамыр майға үйленгендіктен өте тыңдағыш келеді және жақсы тез жайылады. Енді ертілген сары майымызды қамырға жаңағы толық жағып шығамыз. Оның үстінен аздап ұн себемізді бүктеп жаңағы үстеліміздің шетіне қоя тұрамыз. Енді екінші қамырымызды алғашқы жайылған қамыр секілді бұл қамырды да жұқалап жаямыз және ертілген сары майымызды толық жағып шығамыз. Енді жаңа алдында жайылған қамырымызды, бүктеген қамырымызды осылай үстінен төсейміз. Бізде дөп дөңгелек болу маңызды емес. Көріп тұрғандарыңыздай, менде дөп дөңгелек емес. Бізде главный жаңағы толық май жағылуы керек. Осы кезде де тоңазытқышқа салып қатырып қойсаңыздар да болады. Осылай қалаған уақытта жаңағы самса жасауға болады. Мен бірдестен жасап жатырмын. Жаңағы дөңгелек спираль тәріздес еткен қамырымызды осылай шетімен кесіп шығамыз. Яғни әр кескен кусок бізде бір самса болады. Қаласаңыздар кішкентай самса жасағыларыңыз келсе, кіші кусоктан кесесіздер. Мен кішкене үлкендеу етіп кестім. Себебі біз өзіміз жегенге үлкендеу самса болсын деп үлкен кусоктардан кестім және менің самсаларым осылай үлкен болып шықты. Салафанмен бетінен жауып қойдым. Ортасына самсамыздың салмасын салып, шетін осылай түйіп шығасыздар. Тағы бір рет сіздерге көрсететін болам. Қамырды осылай шет жақтарын жұқалатып, оқтаумен жаңағы жаямызды, ортасын сәл қалыңдау етеміз. Және біріктіріп шетін бір қамырды үсті-үстінен видеодағындай етіп түйіп шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз осы уақытта. Енді самсаларды қойғанда пергамент қағазын төсеп, көріп тұрсаңыздар, бір шетке қарай жатқызып қойдым мен. Егер жатқызып қойсаңыздар, самсаларыңыз түйілгені жаңағы төбесінде тұрып әдемі көрінеді. Жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне қара күнжіт септім. Менде духовкада 250 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут
көлемінде пісті. Көріп тұрсаңыздар, өте сочный қамыры керемет. Үгітіліп тұратын қамыры керемет дәм береді. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған дәмді ас.